күн мен түннің алмасуы. Жаратылыстану пәндері ішінде физика мен астрономия ерекше тығыз байланыста. Астрономия физика заңдарына негізделіп, аспан денелерінің қозғалыстары мен құбылыстарын түсіндіреді. Сонымен қатар күн мен түннің кезектесуін және күннің тұтылу оқиғаларын қарастыруға болады. Тәуелде адамдар күн мен түннің ауысуын жерді басқанып, күннің айналып жүруінен деп қате түсінген. Алайда жер бір жыл ішінде күнде бір мәрте толық айналып шығады. Жыл мезгілдерінің көктем, жаз, күз, қыс алмасуы жердің күнді айнала қозғалуына байланысты орын алады. Күннің тұтылуы. Күннің тұтылуы физика мен астрономия ғылымдары зерттейтін табиғи құбылыстардың бірі болып саналады. Бұрынғы заманда күннің тұтылуы адамдарға үрей туғызған. Қазіргі уақытта күннің тұтылу себебін көпшілік түсінеді. Жерді айналып жүретін, ай күн мен жердің аралығынан өткен жағдайда күнді жауып тастайды. Осы сәтте жер бетіне күн сәулесінің орнына айдың көлеңкесі түседі. Бұл оқиға күннің тұтылуы деп аталады. Күн мен түннің кезектесе ауысуына жердің өз осының маңында тоқтаусыз айналуы себеп болады. Жер өз осын бір тәулікте сағатта бір рет толығымен айналып шығады. Жердің айналу процесінде оның күн сәулесі түсетін бөлігі жарық болады, ал кері көлеңке жақты бөлігін түн қамтиды. Физиканың негізгі мақсаты табиғатта орын алып жатқан әртүрлі физикалық құбылыстарды зерттеп, оларды бір-бірімен байланыстыратын заңдарды табу. Заңдарды ашу барысында құбылысты туғызған себеп не екені және оның салдары қандай болатыны туралы сұрақтарға жауап ізденеді. Мысалы ретінде, дененің құлауы жердің оны өзіне тарту күшінің әсерінен пайда болады. Жылдың 4 мезгілінің қыс, көктем, жаз, күз алмасуы жердің күнді айнала ветс пішінді орбита бойымен жүру арқылы түсіндіріледі. Бұл мысалдарда 4 түрлі табиғат құбылыстары, дененің құлауы, жердің тарту күші, жыл мезгілдерінің алмасуы және жердің күнді айнала қозғалуы айтылып отыр. Мұндай құбылыстардың арасындағы байланыстарды зерттеу нәтижесінде физикада Ньютон заңдары, астрономияда Кеплер заңдары ашылды. Осылайша табиғат құбылыстары арасындағы себеп-салдар байланыстарды табу арқылы табиғат заңдары ашылады. Ғылым тарихынан. Аристотель. Ежелгі грек ғалымы Аристотель табиғат құбылыстарын түсіндіруге үлкен үлес қосты. Ол логикалық ойлау негізінде көптеген табиғат заңдылықтарын сипаттады. Аристотельдің еңбектері физика ғылымының дамуына зор ықпал етті. Әл-Фараби. Орта Азияның ұлы ойшылы Әл-Фараби өзінің көп томды энциклопедияларында табиғат құбылыстарын жан-жақты зерттеді. Ол физика, астрономия, математика және философия салаларында терең зерттеулер жүргізді. Әл-Фарабидің ілімі Еуропа ғылымының дамуына да ықпал етті. Михаил Васильевич Ломоносов. Орыс ғалымы Ломоносов физика, химия, астрономия және биография салаларында көптеген маңызды ашылған жұмыстар жасады. Ол алғаш рет аспан денелерін телескоп арқылы бақылап, күн бетіндегі тақтарды зерттеді. Ломоносовтың жұмыстары жаратылыстану ғылымдарының дамуына зор үлес қосты. Ломоносов ғылымның дамуына үлес қосқан ғалым. Ресейлік ғалым Ломоносов физика мен химияның негіздерін қалаушылардың бірі болып табылады. Ол жылу, электр және оптика салаларында маңызды зерттеулер жүргізді. Ломоносовтың Мәскеу мемлекеттік университетін ашуға қосқан үлесі өте зор. Сондай-ақ, ол ғылымның басшысы деп те аталады. Сұрақта. Табиғат деп аталатын сөздің мағынасын қалай түсінетіндеріңізді айтыңдар.
табиғат құбылыстары деп нені түсінеміз? Қандай табиғат құбылыстары физикалық құбылыстарға жатады? Күннің тұтылуын қалай түсіндіруге болады? Табиғатты қандай ғылымдар зерттейді? Олардың өзара байланысы туралы мысалдар келтіріңдер. Физиканың негізгі мақсаты не болып табылады? Физика заңдары қалай ашылады? Физика атауы нені білдіреді? Және оны ғылыми негіздеген ғалымдар кімде? Әдістемелік тапсырмалы. Айдың тұтылуы туралы өздеріміз ойлап тапқан физика қабырға газетіне қысқаша мақала жазыңдар. Осы құбылыстың суретін салып, түсіндірмесімен қоса беріңдер. Айдың тұтылуы күннің тұтылуы сияқты жүреді. Алайда мұнда жер күн мен айдың арасынан өтіп, жердің көлеңкесі айға түседі. Тақырыпта айтылмаған физикалық құбылыстарға мысалдар келтіріңдер. Олардың ерекшеліктері туралы айтып беріңдер. Мысалы, жердің пайда болуы, судың қайнауы, найзағайдың соғуы, жапырақтардың түсуі, осылардың бәрі физикалық құбылыстарға жатады. Бұл құбылыстардың әрқайсының себебі мен салдарын зерттеу физиканың негізгі мақсатына жатады.